Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері, сіздермен бірге мен Нұрғиса Қыдырбайұлы. Біз бүгін ешкілердің сүтін қалай көбейтуге болады деген сұраққа жауап беруге тырысамыз. Біз ешкінің сүтін көбейтудің 6 түрлі тәсілін айтатын боламыз. Ең біріншісі, алтыншысынан бастайық. Алтыншысы, сіз ештеңе өзгертпей-ақ, ешқандай қаржы құймастан, ешқандай шығын шығармастан ешкінің сүтін көбейтуге болады. Бар болғаны қазіргі беріп жатқан тамағыңызды, қазіргі беріп жатқан жем шөбіңізді, суыңызды уақытында бір уақытқа қою. Яғни бір уақытта тамақтандыру, бір уақытта суару, бір уақытта жайылымға шығару, жайылымнан қайтадан сол бір уақытта қайтару. Серуенді де, егер де серуенге ғана шығаратын болсаңыз, ондай жайылым емес. Ешкілер мұндай жағдайда сүт қосады. Яғни бұл сіз үшін тегін болады, ал ешкілер үшін бұл комфорт, бұл қолайлылық, бұл жақсы жағдай болып есептелінеді, сондықтан да олар сүт қосады. Бесіншісі, комфорт, яғни жайлы жағдай жасау. Ешкіге барынша жайлы жағдай жасасаңыз, ол сізге міндетті түрде өзінің алғысын білдіретін болады, яғни сүттін көбейтетін, мол сүт беретін болады. Мысалға, ол қандай деген жайлы жағдай деген кезде, мысалға, бір қораның ішіне, бір загон дейміз ғой, жаңа бір топта көп ешкі ұстамау, яғни барынша аз ешкіні ұстау. Мысалға, бір бөлек неге ешкі көбейіп кеткен кезде, олар бір-бірімен сүзісіп, сондай жайлы жағдай болмай қалған кезде, олар сүтін азайтады. Асты таза болуы, үстінен су тамшылап тұрмауы, және ешкілердің бір орында тұрмауы керек. Яғни ешкі байқасаңыз, егерде неге жайылымға шығарған кезде оны анық сезілесіз, ешкі бір орында тұрмайды. Яғни ол я жатады, я болмаса тамақтанып жатады, жайылып жүреді, я болмаса су ішіп жатады, не болмаса күйіс қайырып сөйтіп жатады. Ал бір орында тұрып, бас салбырап, бұндай тұрып тұру, ол негізі дұрыс емес. Төртінші, ешкіге қажетті сүт беру үшін қажетті нәрсе ол ауа. Яғни ешкіде зат алмасу жүйесі осы көп не ғана ол ауаға байланысты болады. Яғни ешкіге бізге барынша таза, жаңа свежий дейміз ғой, балғын, сондай таза ауа керек. Ауа ағыны болмау керек, бірақ сквозняк дейміз оны орысша. Ауа ағыны болмау керек, бірақ таза ауа болуы керек. Ешкілер жалпы көбісі айтып жатады, ешкіге ыстық керек деп. Жоқ, ешкіге ыстық керек емес. Ешкінің әртүрлі породалары бар, әртүрлі тұқымдар бар. Мысалға, альпийский ешкілер, занянский ешкілер деген сияқты неше түрлі породалар. Олардың температуралық көрсеткіштері, өзіне сай келетін температуралық көрсеткіштері әртүрлі. Бірақ оларға ыстық керек емес, оларға жайлы ауа керек. Нақты температурасы жоқ, әртүрлі породаға ол әртүрлі келеді. Мысалға, нубийскийға сәл ыстықтау болуға болады, альпийскийге салқын жақсы көреді деген сияқты. Ауаны олар жалпы таңдайды, ауаға байланысты болады. Қораның ішінде міндетті түрде ауа соратын сондай трубалар жасап қоюыңыз керек. Яғни олар көбіне қидан шыққан мынандай пар дейді ғой, сондай пар болып кетпеу керек қораның іші. Үшінші маңызды фактор ол әрине сауудың уақыты. Бұл өте былай айтқанда күрделі процесс, яғни саудың уақыты. Кейбіреулер 3 рет сауамыз, кейбіреулер 2 рет, кейбіреулер ойбай біздер 4 сағат сайын, күніне 3 рет, 4 рет одан көп сауамыз деп айтып жататын болады. Ол енді әркімге әрқалай. Бірақ бір нәрсені ұғуымыз керек. Ешкі сауылғаннан кейін алғашқы 1 сағатта сүтті көбірек жинайды. Яғни бірінші былай сауып болғаннан кейін, қазір ол бірінші сағатта 400 грамм сүт жинады дейік 1 сағаттың ішінде. 10 сағаттан кейін ол сүт жинау 1 сағатта мысалға 100 граммнан ғана сүт қосатын болады. Яғни, егерде 2 реттік сауыдан 3 реттік сауыға ауысатын болсаңыз, міндетті түрде әрине сіздің сүт алу мөлшеріңіз көбейеді. Бірақ көбейеді 12-14% шамамен. Біздерде оны талай эксперимент ретінде жасап көрдік. Бірақ екінші бір мәселе бар, ол қаншалықты тиімді деген. Сіз қанша ешкі сауып жатсыз? Сіз 3 рет саууға жағдайың жете ме? Сол 12% сүтке бола
сіз оны жайылымнан алып, ол ешкілердің бәрін жайылымнан алып келіп, олардың бәрін сауып, жаңағы сүтін қайтадан, ыдысын қайтадан жуып, оның жұмысшылары бар, нелер бар, бәрі сол еңбегіңізге, сол 12% сүт еңбегіңізге татый ма, татымай ма деген сұрақ, ол бөлек қарастырылуы керек деп ойлаймын. Біз жалпы 2 рет сауамыз, бірақ 3 рет саусақ біз сүтімізді 12-14%-ға көбейте алатынымызды мен анық сенімдіміз, оны жасап та көргенбіз. Оны бірақ әр шаруашылықтың, әр ненің өзінің таңдауы. Егер де мысалға сізде 3 ешкіңіз ғана болатын болса, ол қораңызда қасыңызда ғана тұрған болса, сіздің басқа жұмысыңыз болмаса, әрине 3 рет сау болған тиімді, 10-14%-ға көбіректе өсіте аласыз. Ал жоқ, олардың желін ауырады, сыздайды дейтін азаматтар болатын болса, оларға түсіндіре кетейік, айта кетейік. Жалпы ешкі өте сүт жинауға сондай төзімді, өте сондай жақсы жануар. Ешкінің сүт жинау көрсеткіші 14-16 сағатқа дейін ол желінде сүт жинай алады. Енді есептеп көрейік, 16 сағат деген әрине күніне 2 рет саусаңыз оған жетпейді. Сондықтан да қысқы мезгілдерде оны қысқартамыз, ал жаздың мезгілде күндізгі уақытын ұзартамыз да түнгі мезгілін қысқартамыз, ал қыста керісінше түнгі мезгілде ұзартамыз да күндізгі уақытын қысқартамыз. Осы орайда міндетті түрде сіздерден бір сұранарым, осы ғылым және ауыл арнасына тіркелулеріңізді сұраймын. Осы видео ұнаса, қолдап, лайк басып кетіңіздер, ал біз ары қарай жалғастырамыз. Екінші ең маңызды фактор ол су. Су не үшін маңызды? Өйткені сүт 80% судан тұрады. Су міндетті түрде таза болу керек және көп болу керек. Және жалпы су таза болған кезде ол көбіректеу су ішіледі. Оны мынандай кейбір фермалар сондай тексеріс жасап көрген. Олар суда поилка дейді ғой, жаңа су беретін құрылғыға счетчик орнатады, яғни қанша су ішкенін, әр топтағы ешкілердің қанша су ішкенін. Егер де жаңағы поилка, жаңа су ішетін ыдысы таза болса, ешкілер көп су ішетіндігі ол дәлелденген фактор. Осы орайда тағы да бір айта кетейін тұз туралы. Жалпы ешкілер тұзды көбіректеу қажет етеді. Тұз берген ол жақсы, ешкіге тұз беру керек. Біз тұзды бұрындары болғанда қатты тұздан алып сондай беретінбіз, лизунец дейтін, жалайтын. Ал қазір кәдімгі өзімізге адамға қолданылатын тұздан қосып береміз, өйткені оның жалағанынан не болмаса жай ғана жемге араластырып берген, оның ешқандай айырмашылығы жоқ. Бар болғаны біздің мынандай адамға беретін тұз беретін себебіміз бір жағынан экономикалық жағынан қазір адам қолданатын тұзда бағасы шамалас, ал пайдалылық жағынан жалпы Қазақстан Республикасы заңнамасы бойынша адам қолданылатын тұз міндетті түрде йодталған болу керек. Яғни бізде магазинде сатылатын адамдарға арналған тұздың барлығы йодталған, сол себептен йодталған тұз бергенді біз жөн көреміз ешкілерге. Ал жаңағы ветаптекаларда сатылатын андай қатты жалайтын тұзды олар йодталмаған болып саналады. Осы орайда жалпы біздің көрермендерімізге сұрақ қойып кетейік. Бір сұрақ, оның жауабын келесі видеода айтатын боламыз. Ал сіз өз пікіріңізді қалай ойлайсыз, соны астында, осы видеоның астында комментарийге жазып кетіңіз. Сұрақ мынандай: қай уақытта қандай ешкіге суды аз беру керек? Қандай жағдайда суды аз беру керек? Яғни ешкі су ішкісі келеді, бірақ сіз оған суды тартып аздау бересіз. Қандай жағдайда? Егер де дұрыс жауабын білсеңіз, не болмаса сол дұрыс деп тапсаңыз, міндетті түрде осы видеоның астына жазып кетіңіз. Ал дұрыс жауапты келесі шығарылымда міндетті түрде айтып өтетін боламыз. Яғни неге біз тұзды айттық жаңа? Өйткені тұз жесе ол су ішкісі келеді, ал су көп ішкен сайын көп сүт береді. Жалпы 1 литр сүт жасап, ешкі 1 литр сүт шығару үшін ол одан бірнеше есе көп су ішу керек.
Ал енді келесі, яғни бірінші фактор, яғни бірінші орынға тұратын ол бізде әрине тамағы. Жалпы тамағына келген кезде мынандай бір түсінік бар да, ешкіге не беру керек деген. Жалпы мен айтам, ешкіге сапалы тамақ беру керек. Ол сапалы тамақ деген тек қана ешкілерде, ешкі шаруашылығында ғана емес, барлық ауыл шаруашылық жануарларын қарайтын жаңа зоотехник дейміз ғой, сол зоотехниктердің бәрінің менімен келіседі деп ойлаймын, сапалы тамақ берілу керек. Не берілсе де, ол шөп болсын, жем болсын, басқа да жағдайлар. Мысалға кейбір жігіттер айтады, ой, шөп беріп жатырмыз, шөп көп алдында тұр дейді. Мәселе оның шөптің бар немесе жоқ болуында емес. Шөп сапалы болған кезде, жем сапалы болған кезде ешкі құмарлана, құштарлана жейді. Яғни ол өзіне қажетті мөлшерден көбірек жейді. Және оның сіңімділігі, оның пайдалылығы, ондағы минералдар, витаминдер, ол сапалы тамақ қой, ол көп. Әрі ол сүйсініп жегендіктен ол көбірек жейді. Яғни сізге бірнеше есе көп сүт береді. Мәселе тек қана оның құрамындағы витаминдер, мысалы шіріген шөппенен балғын шөптің айырмашылығы деп айтылатын болса, қазір сәл су тиіп бүлінген шөп болатын болса, оның құрамында біріншіден витаминдер, минералдар, жаңағы протеин болсын, концентрат болсын, барлық күш беретін сүтке қажетті заттардың барлығы аз, біріншіден. Екіншіден, ол шөпті ол аз жейді. Яғни былайша айтқанда өлмес тамақ жейтін болады. Ал егерде шөп балғын, сапалы болатын болса, біріншіден оның құрамы өте жақсы, өте пайдалы, витаминдерге толы. Екіншіден, оны ол көбірек жейді. Яғни ол сүйсініп жейді, сүйсініп жегендіктен ол оны көбірек жейді. Яғни шөпті ол мәжбүрліктен, өлместіктен емес, жақсы көріп тұрып, жаңа махаббатпен, сондай аппетиті ашылып тұрып жеу керек. Жалпы осыны да айта кетейік, шаруашылықтың өзі негізі зоотехника саласында, өзі шаруашылықтың, мал шаруашылық саласында екі түрі бар. Біріншісі жоғарғы эффективті дейді, және төменгі эффективность дейді ғой, жаңа эффект жоғары және төменгі. Барынша өзіңіздің кәсібіңізде осы ешкі шаруашылығын жоғарғы эффективный шаруашылық етуге тырысыңыздар. Жалпы бізде осы ақыл кеңестерімізді, өзіміздің пайдалы, өзіміздің білетін жұмыстарымызды біз соған арнаймыз. Яғни сіздердің шаруашылықтарыңыз барынша жоғарғы көрсеткішті, барынша, мысалға айталық, сапалы ешкілер ұстап, сапалы сүт алу және сонымен қоса сүтті молынан алу. Егерде дұрыс сақталатын болса, шөп дұрыс шабылатын болса, дұрыс дайындалатын болса, жем дұрыс дайындалатын болса, мысалға айталық, кейбір шөптердің тағамдық құндылығы дейміз ғой, сол тағамдық құндылығы мынау сенаждан кем түспейтіндей етіп дайындауға болады. Осымен біздің видеомызда өзінің соңына келіп жетті. Біз бұл видеода ешкінің сүтін көбейтудің негізгі 6 тәсілін туралы айттық. Біз ешқандай бір жаңағы сіз білмейтін, сіз білмеген бір құпия, не болмаса химиялық тәсілдер, онда ештеңе айтқан жоқпыз. Біз сіздің білетін, бұрыннан қолданып жүрген нені қалай дұрыс жасау керек екендігін айттық. Яғни приоритет қойдық. Яғни 6-шы орында не жасау керек, 5-ші орында не жасау керек. Егерде өз ешкілеріңізге осының бәрін дұрыстап жасайтын болсаңыздар, онда сіздің шаруашылығыңыз да жақсы болатын болады. Яғни әрі қарай ешкілеріңіз молынан сүт беретін болады. Сіздермен бірге болған мен Нұрғиса Қыдырбайұлы, YouTube-та ғылым және ауыл арнасы болған. Арнамыздағы басқа да қызықты әрі пайдалы видеоны көріңіздер. Аман сау болыңыздар.